Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Камшат, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ішек микрофлорасы, оның құрамы, мағынасы, қалпына келтіру жолы және Enel компаниясының өнімі детокстың 4-ші қадамы туралы айтатын боламын. Микрофлорадағы қарапайым адам кең мағынада микроорганизмдердің барлық жиынтық түрлерін түсінеді. Басқаша айтқанда, ішек микрофлорасы бір-бірімен тығыз байланысты. Дегенмен ішектегі бактериялардың барлығы 500 түрі пайдалы емес. Пайдалы бактериялар тағамның ас қорытуына қатысады, ақуыздар мен витаминдердің жылдам игерілуіне көмектеседі. Ішектің жұмысы бауыр мен бүйректермен бірге қабылданады. Ішектің құрамы. Табиғи ішек микрофлорасының ортақ өкілдері фибидобактериялар, бактериогендер. Олар ішекте тұратын барлық тірі ағзаның 99%-ын ғана құрайды. Олардың 1%-ы патогендік бактериялар болып табылады. Ішектің толық дені сау болған кезде патогендік микрофлора жоқ. Сау ішекте патогендік микрофлора пайда болмайды. Ішектің маңызы. Адам денесінің толық жұмыс істеуі үшін қалыпты ішек микрофлорасы өте маңызды. Себебі ол бүкіл ағзаның жұмысына әсер етеді. Көптеген бактериялар, сіріңді қышқылдар, спирттер және лизозима, соның арқасында зиянды бактериялардың дамуы ішекте басталмайды. Сонымен қатар пайдалы бактериялар, патогендік бактериялар арқылы токсиндердің босатылуын блоктайтын болады. Пайдалы микроорганизмдердің өз міндеттері бар. Олар қоректік заттардың сіңу үдерісін жақсартуға, сұйық белоктар мен қышқылдардың ыдырауын және липидтер алмасуына әсер етеді. Басқаша айтқанда, егер адам микрофлорасы нашар болса, жақсы ас қорытуды көре алмайды. Егер сіз антибиотиктерді немесе антисептиканы ұзақ уақыт бойы қабылдасаңыз, микрофлора да бұзыла бастайды. Статистикаға сүйенсек, 90%-ға дейін дисбактериоз, антимикробтық терапияның басталуынан кейін пайда болады. Жиі микрофлораның бұзылуы ішекті тазартады, зиянды бактериялармен бірге пайдалы заттарды да жояды. Детокстың 4-ші қадамы микрофлора мен ас қорытуды тұрақтандыратын болады. Құрамында түймедақ, фенхель, жалбыз сығындылары бар. Микрофлораның саулығын сақтайды, ас қорытуды дұрыстайды, иммунитетті қалпына келтіреді, пайдалы заттардың сіңірілуіне көмектесетін болады. Түймедақ дәрілік өсімдік. Оны қабынғанға қарсы әсер ететін, тер шығаратын, ауырған жерді тыныштандыратын дәрі ретінде клизма жасауға қолданады. Іш өткенде, ішек түйнегенде ішеді. Фенхель жемісі аспаздықта қолданылатын өсімдік. Жемісі жағымды, хош иісімен, тәттілеу дәмімен адамның тәбетін ашады және ас қорытуды жақсартады. Дәрілік өсімдіктердің бірі жалбыз. Ол хош иісті, көп жылдық шөптесетін өсімдік. Дала жалбызы суармалы жерлерде, өзен, көл, бұлақ маңында, арық бойында өседі. Оның дәрілік те маңызы бар. Ал кермек жалбыздың жапырағы мен гүл шоғынан жалбыз эфир майы алынады. Детокс организмдегі шлактардан, токсиндерден, тұрып қалған тамақ қалдықтарынан жуып тазалау процедурасы. Детокс дегеніміз ағылшын тілінен алынған токсин тазалау деген мағына береді. Біз күнделікті өмірде біле бермейтін ақпараттар бар. Тамақтанамыз, тағам қалдықтары ішектерімізде қала береді. Ол біздің ағзамызда шлак токсин болып жиналады. Ішекте тағам қалдықтары бактерия жиналуы мүмкін. Сол себепті кейде қанша жерден диета тағы басқа барлық нұсқауды жасаса да салмақ кетпей жатады. Детокс программасы бойынша ішектегі шлак, токсиндерді тазалаймыз. Ағза тазарады, әрі артық салмақты түсіреді. Пайдасы өте көп. Ал зиянына келетін болсақ, айтарлықтай зияны жоқ. Аяғы ауыр келіншектерге, емізулі аналарға, аллергия тудыратын адамдарға мүлде қолдануға болмайды. Детокстың 4-ші қадамы жоғарыда айтып өткендей түймедақ, фенхель, жалбыз қоспалары ас қорытуға көмектеседі. Ішек жолдарының дұрыс жұмыс жүруіне ықпал етеді. Бифидо және лактобактерия кешені ішектегі микрофлораны қорғайды. Достар, менің YouTube каналым ұнаған болса, астына пікір жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.